Біздің көз қарасымыз бойынша махаббат деген не? Махаббат деген анамның кең құшағы, әкемнің мені мектепке апаруы, егер де мен ауырып қалсам, қасымда болып маңдайымнан сипағаны. Махаббат деген үнемі қолдауы, жылы сөздер айтуы, әрқашан қасымда боламын, мен сені қолдаймын деген сөздері. Махаббат тек ата-ана емес, бауырға және туған жерге де арналады. Адамның жүрегіндегі ең ыстық сезімдердің бірі бауырға деген сүйіспеншілік. Бауыр сенің ең жақын досың, сырласың, бірге өсіп келе жатқан жан. Мен бауырымды жақсы көремін. Менің түсінігімде махаббат ол ерекше жылы сезім. Махаббат деген біреуді жақсы көріп, оған қамқор болу, ренжітпеуге тырысу. Мені отбасы жақсы көрем. Мектепте де мені бәрі жақсы көрем. Осы мен жақсы көрем. Маманы жақсы көрем.